Климаттың өзгеруі мен халық санының өсуі су ресурстарын тиімді пайдалануды өзекті мәселеге айналдырды. Осыған байланысты 2023 жылы елімізде су ресурстары және ирригация министрлігі құрылып, саладағы мемлекеттік саясат жаңа бағытқа бет бұрған болатын. Кейін жаңа су кодексі қабылданып, онда су үнемдеу технологияларын кеңінен енгізуге басымдық берілді. Жаңа талаптарға сәйкес суды көп тұтынатын кәсіпорындар кезең-кезеңмен айналымды және қайта пайдаланылатын сумен жабдықтау жүйелеріне көшуі тиіс. Бұл міндет өндірістік кәсіпорындармен қатар автожуу кешендеріне, химиялық тазалау орындарына, кір жуу қызметтеріне және монша кешендеріне де қатысты болып отыр. Мемлекеттің есебінше мұндай жүйелер ауыз су тұтынуын едәуір азайтып, су ресурстарын ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді. Алайда кәсіпкерлер бұл талапты орындау үшін қомақты инвестиция қажет дейді. Сондай-ақ енді су беру ұйымдары техникалық шарт жасаған кезде нысанның айналымды немесе қайта пайдаланылатын сумен жабдықтары болуын ескереді. Қазақстан су ресурстары бойынша трансшекаралық өзендерге тәуелді мемлекеттердің бірі. Елдегі 8 су бассейнінің 7-і трансшекаралық, яғни олардың су қоры көрші мемлекеттердің аумағында қалыптасады. Министрлік мәліметінше, қазіргі су тұтыну көлемі сақталса және климаттық өзгерістер жалғаса берсе, 2040 жылға қарай Қазақстанда су тапшылығы 12-15 миллиард текше метрге дейін жетуі мүмкін. Бүгінде республикада жыл сайын шамамен 25 миллиард текше метр су пайдаланылады. Оның басым бөлігі ауыл шаруашылығына тиесілі болғанымен, өндіріс орындары мен қызмет көрсету саласында да су тұтыну көлемі жылдан жылға артып келеді. Осыған байланысты мемлекет су ресурстарын тиімді пайдалану, суды қайта сүзгіден өткізу және айналымды сумен жабдықтау жүйелерін кезең-кезеңмен енгізуді қолға алды. Ресми статистикаға сүйенсек, әзірге сала жаңа талапқа толық дайын деуге келмейді. Қазақстандағы 2602 автожуу кешенінің небәрі 389-ы немесе шамамен 15% ғана айналымды сумен жабдықтау жүйесін пайдаланып отыр. Айналымды сумен жабдықтау жүйесін пайдаланатын автожуу орындарының ең көбі Алматы мен Астана қаласында және Атырау облысында тіркелген. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының мәліметіне сәйкес, Алматы қаласында 183, Атырау облысында 88, Астанада 50 автожуу орны айналымды су жүйесін пайдаланады. Өзге өңірлерде бұл бағыттағы жұмыс баяу жүріп жатыр. Сондықтан министрлік жергілікті әкімдіктермен бірлесіп, түсіндіру жұмыстарын жалғастырып келеді. Астана су арнасының мәліметінше, елордада бүгінде шамамен 320 автожуу орны жұмыс істейді. Олардың 40% айналымды сумен жабдықтау жүйесін енгізсе, қалған 60%-на мұндай жүйені енгізу жөнінде хабарлама берілген. Кәсіпорын мамандарының айтуынша, қалған автожуу орындары 2027 жылдың сәуіріне дейін көшу жоспарын әзірлеуі тиіс. Ал 2030 жылдың сәуіріне дейін айналымды тазарту жүйесін толық орнату талап етіледі. Жаңадан ашылатын автожуу тұрақтары айналымды су жүйесіне көшу жоспарын бірден ұсынуы қажет. Сонымен қатар бір көлікті жуу кезінде автожуу кешендері ондаған, кей жағдайда 100 литрден астам су пайдаланады. Ал айналымды жүйе пайдаланылған суды арнайы сүзгілер арқылы тазартып, қайта қолдануға мүмкіндік береді. Мұндай технология суды 70-80%-ға дейін үнемдейді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бұл талаптың экологиялық жағынан тиімді екенін айтады. Алайда кәсіпкерлердің дайындық деңгейі әртүрлі. Өйткені мұндай жүйені енгізу үшін арнайы жабдық сатып алу, монтаж жүргізу, тазарту жүйесін салу, кейін оған техникалық қызмет көрсету қажет. Сонымен қатар жабдықтың бағасы да біркелкі емес. Министрлік оның құны автожуу кешенінің көлеміне, өнімділігіне, тазарту деңгейіне, автоматтандыру жүйесіне байланысты өзгеретінін хабарлады. Қазақстан нарығында отандық өндірушілермен қатар Қытай, Түркия, Ресей және басқа да мемлекеттердің жабдықтары ұсынылған. Жаңа су кодексін әзірлеу кезінде министрлік Еуропалық одақ елдерінің, Сингапурдың, Израильдің және су тапшылығы жоғары басқа мемлекеттердің тәжірибесін зерттеген. Бұл елдерде өндірістік суды қайта пайдалану тәжірибесі бұрыннан қалыптасқан. Қазақстанда осы бағытқа кезең-кезеңмен көшуді жоспарлап отыр. Автожуу орындарын айналымды сумен жабдықтау жүйесіне көшіру бүгінгі таңда тек экологиялық бастама ғана емес, болашақтағы су қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған қадам ретінде қарастырылады. Министрлік 7 жылдық өтпелі кезең кәсіпкерлердің жаңа талаптарға бейімделуіне жеткілікті уақыт деп есептейді. Алайда қазіргі көрсеткіштер кәсіпкерлердің пікірі және мемлекеттік қолдаудың болмауы сала бұл өзгеріске толық дайын деп айтуға әлі ерте екенін көрсетеді.